Қайырлы күн трейдерлар. Бүгін бізде ең важный сабақтардың бірі, решающий сабақ десем де болады. Бұл сабақта біз қалай анализ жасаймыз, анализ толықтай қалай жасалынады, ТВХ-ларды қалай табамыз, нені қолданамыз, қандай логикамен қолданамыз деген нәрсемен түсіндіретін боламын. Күндік нарратив қалай анықталады, күндік нарратив лонг болу үшін қандай факторлар жұмыс жасайды деген заттармен түсіндіреміз. Осыған дейінгі барлық сабақтарды қайталап дәптерге жазып болсаңыздар, бүгін бізде главный сабақтардың бірі анализ жасау. Енді қараңыздар, жалпы біз алтын лонг немесе шорт екенін қалай анықтаймыз, күндік нарратив. Мысалы бізде былай бір свеча болады, қызыл свеча. Одан кейін бізде екінші свеча былай болады да. Үшінші свеча былай болып түсіп кетуі мүмкін. Суретте жоқпын. Былай түсінсек. Қараңыздар. И потом любой свечаның бізде несі болады. Қалай айтып бірінші сабақ болады, фитильдері болады, мына свечаның да дәл сондай фитильдері болады әрқайсысының. Жалпы қараңыздар, біз, например, қай күндеміз дейік. Біз мысалға біз мына күні бітірдік дейміз, екінші күнді мысалға дневка таймфрейм бойынша. Біз келесі күн қалай шортқа кететінін қалай білеміз. Келесі алдыңғы күні фитилін сызып аламыз. Сызып алғаннан кейін баға бізде не істеді? Астқа қарай денесімен закреп алды. Фитилінің денесіне. Значит, бізде келесі күн мына күн закреп алса, одан кейін күн бізде не болады? Шорт болады деген сөз. Обязательно. Я болмаса, фитиль мен фитиль қалатын болса, бізде боковик, я болмаса лонгқа қарай кету болады. Егер дәл осындай жағдайда, например, мен сіздерге графикте көрсететін боламын. Графикте көретін болсақ, біз бүгін бізде 6-шы күн нарратив бізде қалай болды? Қараңыздар. Бізде ең басында жасыл свеча пайда болды, міне. Жасыл свеча пайда болды. Одан кейінгі свеча бізге не істеді? Астқа қарай құлап закреп берді мына фитильге. Значит, біз келесі свеча бізге үшінші свеча қайқа баратынын біз білеміз. Білеміз. Неге? Өйткені біз үшінші свечадан бірінші свеча закреп алғаннан кейін біз үшінші свеча по-любому астқа барады. Неге? Өйткені ол бір-бірінің фитильдерін бір-біріне немен жалғасып отыр. Енді қараңыздар, бізде келесі аптаға жалпы анализ жасадық қой қазір. Енді қараңыздар, біз не істедік? Біз мына күні бізде четверг күні біз осылай немен жабылған болатынбыз, доджи свечасымен. Одан кейін пятница күні баға лонгқа кетті. Міне, нешеді денесімен жарып өтті. Значит, бізде келесі үшінші свеча бізге қайқа барады? Бізде келесі свеча бізге найқайден былай лонгқа қарай кететін ықтималдығы бар. Неге? Өйткені ол ары қарай дальше закреп алды деген закреп алды бізде. Енді жалпы анализ қалай жасалынады? Анализ бізде білеміз, үлкен таймфреймнан кішкентай таймфреймға өтеміз. Значит, бізде бір күндік, потом бар 4 сағат, сосын 1 сағат, потом 30 минут, потом 15 минут. 15 минуттан кейін біз бағаның лонг немесе шорт екенін анықтаймыз. Басқа да стратегияларды миксовать етіп барып ТВХ табамыз. Зоналармен. Я болмаса индикаторлар арқылы алдыңғы сабақтарда мен көрсеткен болатын, әр қалай ТВХ табатынымызды соларды уже 15 минуттан кейін барып қолданасыздар. Мен қазір сіздерге общий анализ 15 минутқа дейінгі қай жерден лонг қарайтынымызды, қай жерден шорт қарайтынымызды білетін боламыз, жасайтын боламын. Енді қараңыздар. Дневкада бізде баға дневка бойынша біз не істейміз? Дневка бойынша біз данное время ликвидностьтарды сызып алатын боламыз. Дневка бізде не болады? Дневкада біз қандай ликвидностьтарды сызамыз? Сыртқы ликвидностьтарды сызамыз. Бағаға жақын максимум бір 7 свеча қарасаңыздар, сол жеткілікті. Значит, бізде бірінші ең басында астыңғы ликвидтарды сызып аламыз. Ликвид дегенімізде бағаның свечаның ұштары бізге не болады? Ликвид болады. Мынау бізде келесі аптаға ПДХ болады.
No и no. Потом ликвидтасыз болғаннан кейін бізде не болады? Бізде имбаланс сызамыз. Бірінші, егер баға имбаланс болатын болса, имбаланс жоқ болса, сызудың қажеті жоқ. Значит, бір күндікте біз не сызамыз? Мына жаққа жазып қоямыз дәптерге. Бірді біз liquid и имбаланс сызамыз. Түсінікті ма? Осыны жазып, есеп алыңыздар. Келесі, потом барып не істейміз? 4 сағат таймфреймға өтеміз. 4 сағат таймфреймға өткеннен кейін дәл осы затты қайталаймыз. Нені қайталаймыз? Ликвидтарды сызумен. Бізде, например, мына жерде ликвид бар. Ликвид бар. И потом мына жер бар. Мына жер бар. Бағаға жақын деген. Неге біз сыртқы ликвидтарды сызып жатырмыз? Баға бізге неге керек? Сыртқы ликвидтар ең басында айтқан болатынмын, бізге күндік бағаның баратын жерлері, цельдары. Тек профиттарды біз қай жаққа қоямыз? Сол жаққа қоямыз. Потом 4 сағаттан кейін бізде имбаланс болса, имбаланс сызамыз. Например, бізде жоғары жақта, мына жақта бізде имбаланс бар, әлі 50%-на келмеген. Имбаланссыз болғаннан кейін болды. Дәл енді, значит, 4 сағат таймфреймде біз нені сататын болдық? 4 сағат таймфреймде біз liquid 4 сағат деп қояйын. Liquid и имбаланс. Түсінікті ма? Енді біз келесі таймфреймде неге өтеміз? Біз 1 сағатқа өтеміз. 1 сағат таймфреймға өткеннен кейін бағаға жақын 1 сағатта бізде қандай не болады? Бізде 1 сағатта бізде ішкі ликвидность болады. Ішкі ликвидностьтарды не істейміз? Сызып аламыз. Сызамыз қандай немен? Цветін өзгертеміз ликвидтің, өйткені бізде аксиома бар. Баға ішкі ликвидностьті шешу, я болмаса сақреп беру арқылы біз сыртқы ликвидностьтарға барамыз деген. Барлығы бізге не болады? Закрепке анду үшін керек болады. Потом 1 сағатта бізде ең особый вариант, біз нені сызамыз? 1 сағатта бізде rejection блок сызылады. Rejection блок бізде екі вариантта шығады дедік, иә? Міне қараңыздар, бізде имбаланс толтырғаннан 50% толтырғаннан кейін, я болмаса определенный бір ликвидностьта сызылғаны шешкеннен кейінгі пайда болатын rejection блок. Сізде бізде міне rejection блок бар. Басқа бізде rejection блок бар ма, жоқ па? Қараймыз. Қарағаннан кейін бізде жоқ. 1 сағатта потом егер имбаланс болған жағдайда, имбалансты сызасыздар міндетті түрде. 1 сағаттан кейін біз не істейміз? 30 минутқа өтеміз. 30 минутта қараймыз. 30 минутта біз тек қана бір затты сызамыз, ол бізде имбаланс. Егер бар болса қана, бізде мысалы данный бізде жоқ, сондықтан керек емес. Потом біз не істейміз? 15 минут таймфреймға өтеміз. 15 минут таймфреймде бағаның лонг немесе шорт екенін анықтаймыз дедік, иә? Данный время біз қарасақ, алтында бізде не болды? Біз rejection блокқа тиіп, данный время біз не істеп отырық? Откат алып отырық. Иә? Понедельник күні бізде бір откат болып, обратно бізде лонг болады. Нарратив бізде лонгта. Біз егер 4093-4095 бағаларынан осы ликвидтарға закреп алған жағдайда, закреп дегеніміз не? Закреп дегеніміз денесімен жарып өтуі, иә? Закреп алған жағдайда біз қай жаққа барамыз? Біздің келесі цельдарымыз 4115, 4112 және де имбалансын 50%. 4125, потом барып 4160 деген бағаларға барамыз. Бірақ әрине бізде бұл зоналарда не болмаса, закреп алмаса, онда откат обязательно міндетті түрде болады. Я болмаса қараңыздар, данный время біз понедельник күні бізде не ашылуы мүмкін?
я болмаса шорт болады да, мына осы зонадан бай зонадан біз былай лонгқа кетуіміз де мүмкін. Уже көрдіңіздер ма сіздер, үлкен таймфреймнен кішкене таймфреймге өткен кезде бізде баға не істейді, белгілі болады. Уже баға қай жақтан біз қай жерге кірсек болады, я болмаса неден кірсек болады деген заттар бар.